Болғын деген ұшқатты қойнау, ұларлы, ұшпалы ұйықтыр. Жусаны үлбірек, изені табадай, жирені күдірейген түмен белестерден мұнартып тұратын тәңір жер. Алтайдың тұман жамылған жүлгесінің іргелі қиығы осы өңір. Осы бейғажап мекеннің басы жайлау, балағы күзеу, ойпаты қыстау. Бақ тұнған баялыш, Ақбұйра өзенді өлкеде Бақытбек Бәміш туыпты. Шудабай Баһадүр зәңгінің табынан, қан сөлі жоқ ақсұры, сұрқы сұсты суық, иығынан төмен желбіреген жалбыр шашты, осы заманауи баба түкті шашты әзиз. Қолтығына қысқаны Мағауиннің 2 кітабы, саусағында бадана тасты жылтырақ жүзігі бар, әйтеуір сықиып келіп тұр. Түрінен, қимылынан, шәлт мұрт қойысынан ежелгі масактай ме, текті Мағауин бе, әйтеуір бір сұлба көрінердей. Өзіне сенімді, күреңкі паң. Кеудесіне кигені жас сәнқойларға тән құрақ-құрақ қырым күртеше. Таңдауы поэзия болса да, кезегінде 4 амалдан өріліп, физматпен шатысқан. Ғылыми задылы шамалы технолог, ізденісі қонымды өзіне. Ол не жазса да шарқатты, шатқалды бұла болғында сызды, жырлады. Барақат болғынның қарақатының дәміндей өлеңдері кіді. Сырқыраған сүйегім, сенің тасың болғыным, қара гүлдей тұнжыр шумақ. Бақытбектің бір өлеңінен кіші елінің ерлігісі, саңғилы кісілер тағдыры үндесі, бір өлеңінен ермен иесі аңқиды. Азаматтық зердесі өрен биік, тамаша поэмалар мен кіл өлеңмен роман ұсынды. Әлде бір тосын тақырыппен еңбек қорғады. Бақытбек дос Алматыда Ағеспе жыр кешін ширатпақ. Құтты болсын, оның бүткіл ғұмыры өлең. Мағауин ағасының күдір жолымен жортқан бөрі текті ақын аман болсын.